Барлықтарыңызға қайырлы күн, қалайсыздар? Бүгін сіздермен бірге мен Сымбат. Сіздермен бүгін біз кішігірім влог және де Ускаймак Марина 5 жұлдызды отеліне кішігірім обзор болады. Мен арнама міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Бұл арнада көптеген тревел влогтар шығып отырады. Ең бірінші біз Қызылорда қаласынан Анталияға дейін ұшатын боламыз. Жалпы ұшу уақыты 4 сағатты құрайды. Жалпы Fly Arslan әуе компаниясымен ұштық. Қаласына жақындай бері осындай самолеттен әдемі көрініс көрінеді. Әні-міне дегенше Анталияның аэропортына да келдік. Және де ең типті хит болып отырған осы бір сөзді Анталия сөзін көрсек. Сөйтіп жолдан өте қатты шаршағандықтан автобусымызды тұрдық және автобусқа қарай уже бет алып бұйырса біздің отеліміз Кемер қаласында орналасқандықтан Кемер қаласына дейін 2 сағаттық жол, соған баратын боламыз. Және де Ускаймак Марина отелінің сыртқы жағына, яғни центральный входына обзор жасап жіберейін. Кіреберісінде осындай әдемі сіздерді шөптер, ағаштар, гүлдер және флагтар күтіп алады. Негізінен өте ылғалды ауа, бірақ сырттан сыртқы шөптер сыртқы жүзінің әдемі флагтармен гүлдермен толтырылған. Өте сондай территориясы өте жақсы отель. 5 жұлдызды отельде тұрарлық деп айтсам кіргеннен кейін сіздерді ресепшн күтіп алады. Жалпы отельдің ортасында Бұл отельдің ішкі жағында бірнеше бассейндер және горкалар қарастырылған. Көрсетіп тұрған бассейннің ұзындығы 140 см. Және де ресторанына келетін болсақ, ресторанында таңда өте көп, десерттер, түрлі тағамдар өте жоғары сапада жасалынған. Нәрсе бұл осы отельдің номерлері.
және қазір сіздерге номерлеріне обзор жасайтын боламын. Біздің номеріміз 3203 және де біздің видіміз қандай және де бізді таңғалдырған нәрселер қандай екенін айтатын боламын. Осылай кілт арқылы кіресіздер және де ең бірінші шкаф бар. Шкафта көптеген нәрсе қарастырылған: сейф, тапочка, халат, сонымен қатар түрлі жастық, яғни қосымша жастық және де көрпе де бар. Келесі бұл ванна. Ванна бізге өте қатты ұнады. Іші таза, айналары барлығы жақсы. Жалпы бізге өте жақсы деңгейде негізінен жасалынғаны көрініп тұр. Душы бар. Жалпы душ өте таза. Және де осы жерде холодильник орналасқан. Бұл жерде түрлі сусындар, пепси, сонымен қатар простой сусындар, соктар бар. Және де байқағаным, номерлерде осындай чемоданға қоюға арналған орын бар. Менің ойымша бұл өте ыңғайлы. Кроваттары өте кең, таза. Біз 4 адам болып келгенбіз. 4 адамға 2 кровать жақсы жетті. Қосымша кітап оқуға осындай светильниктер да қарастырылған. Неде номерде маған өте қатты ұнаған нәрсе бұл телевизор айна деп айтсам болады. Неге олай атадым? Себебі бұл айна бір жағынан телевизор да болады, бір жағынан өте әдемі айна да болады. Маған өте қатты ұнады. Және дегі екінші ұнаған нәрсе ол вид. Вид бізде центральный входқа қараған және де тауға қараған көрініс. Және де бассейндарына, горкаларына келетін болсақ, мен бір артық сөз айтқым келмейді. Себебі бассейннің сулары өте мөлдір, таза, горкалары өте жақсы қарастырылған. Бізге жалпы шынымен де өте қатты ұнады. иә. Бұның бойы қанша. Блин, мына жер неге әдемі? Және келесі маған өте қатты ұнаған нәрсе ол отельде күнде кешкісін сағат 9-дан 9:30-ға дейін детский вечеринка немесе дискотека, және 9:30-нан кейін взрослый вечеринка, дискотека болады. Түрлі шоулар, тіпті әр күнде әр түрлі программа болады. Бізге өте қатты ұнады. Және де осындай детский бассейн, және де осындай әдемі взрослый бассейндар да бар. Текущая музыка.
ойлаған нәрсе осындай екінші входтан шыққан кезде осындай 5-10 минуттық жерде Moonlight паркі және де осы пляжға жол ашылады. Пляжға 5-10 минуттың ішінде осы Марина отельдің пляжына барсаңыздар болады. Кәдімгі орталық пляж бар. Өте жақсы. Түрлі кафелер сондай бар. Жалпы негізінен Тюмер өте жақсы, бірақ погодасы ылғалды. Біз міне келдік. Кеше біз неге бардық? Ой. Неге? Парктың территориясы мынау. Мынау яхталардың. Судың тұздылығына қарамастан бұл жақтардың бәрі өте көп. Суға түсіп Жалпы Скаймаркта бізде осындай түрлі Ал бұл осы отельдің ішіндегі кішігірім маркеттер, көптеген сувенирлер, сыйлықтарды осы отельдің ішінен тоже көрсеңіздер болады. Кішігірім маркеттер. Так, қарашы, $1 блин, классно, иә? Әдемі екен. Бірақ доллар қанша 500 теңге тұрады? Әдемі неге 500 теңге тұрып алып? Күшті ғой, заттың саудасы алып жүрген. Балалар бір штугы дейді. 4 евро, қанша 4 евро. Осылай. Так, сонымен қатар бізде осындай лейзер. Және де осындай. Туалетінде бір күшті нәрсе, осылай қолын тигізіп ашылады. Надолица и жағында. Пляжға кіре берісте осындай түрлі нелер бар. Кафелер, мороженое сататын жерлер. Ал мынау бізде Марина Бич. Осы Скаймарктың өзінің несі пляжы. Сол. Для женщин. Жақ вообще басқа ғой құрсын. Сол ғой. Декор мына жерде әдем фотоға түсуге болады екен. Бұл ма? Ал мынау дискотекаға барар жол. Бұл жақта тоже бассейндер бар. Детский бассейн. Мен барған кезде